Саламатсыз ба? Сізге бір жасырын құпиям бар. Айтпасқа болмайды. Ішімде сақтап жүрмін. Мен кезінде өзімді сатқанмын. Яғни тәнімді ақшаға сатқанмын. Студент кезеді өзім әке-шешеден ақшаны сұрауға қысылатынмын. Себебі жағдайымыз төмен. Нашар тұрдық. Квартираға ақша шығару, ары-бері жүріс-тұрысыма да ақша керек. Одан қалсақ, киімдерім үлкен қалаға келгесін жарамады. Қыз құсап әдемі киінгім келді. Оның үстіне үлкен қала. Менің түрім әдемі, фигурамда бар етін. Төсімде баршылық. Қыздар бәрі жасап алғансың ба деп сұрайтын. Артымнан жігіттер қалмаған соң бір жігітті құлай сүйіп алданып қалдым. Сені әйел қылып аламын деп қоймады. Мен де сендім, сүйдім. Көлігімен келіп қайта-қайта кездесуге шақырып жүрген. Бір күні қызып келіпті, яғни мас. Құшақтасып сүйісіп отырып қатты қосып кеттік. Ұшын ғана тығамын деп бір соқты. Ауырды, жыладым. Бірақ сенде қан шықпады. Қыз емессің деп мені бірден кіммен жаттың деп ұрыса жөнелді. Өмірім астан кестең болды. Мен де қатты өкіріп жыладым. Кейін тек мені пайдаланып жүрді. Сонымен ол жігіт жайында қалды. Солай жүріп мен де бұзылдым. Сөйлескен жігіттердің бәрінің ойы жаман. Пайдаланғысы келеді тек. Өзімді неге тегін пайдаланғызамын деп тәнімді сатып жүрдім. Ағашкалар, аташкалар, тіпті жас жігіттер де болды. Сыйлық сыйлап ресторанға да апарып жүрді. Оған өзімді жаман сезінбейтінмін. Бәрібір қыздар жүрген әр жігіттермен далада да жатып жүреді. Не оларды әйел қылып та алмайды. Оқуды қалай аяқтадым, солай қойдым. Жақсы бір жігітпен танысып қалдым, дос болдық. Мені қатты ұнатты. Кейін қыз бен жігіт бола бастадық. Бірақ бірден айттым. Сүйген жігітім алдап кетті дедім. Қабылдасаң ал, болмаса басымды қатырма дедім. Ертең бетіме басушы болма. Келісті, үйлендік. Қазір 4 баламыз бар. Құдайға шүкір, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Қыздарға айтар ақылым, өздеріңді бағалаңдар. Әлі де кеш емес. Қандай жолға түссек те, қандай тағдырды басымыздан өткізсек те, бар өміріміз алда. Біз жақсы өмір сүруге лайықпыз.